Баршаға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жылдам дайындалатын ақ шелпектердің рецебімен бөлісетін боламын. Құрамы небәрі 3 қана заттан тұратын жұмсақ болып шығатын осы ақ шелпектерді сізде менімен бірге жасап көріңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация басып тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік, бастаймыз. Қайнап тұрған суымызға жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып ертіп аламыз. Және де алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстінен аз-аздан құйып, қасықтың көмегімен араластырып отыратын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Осы массамыздың үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып алып, қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Енді қасығымызды тазалап алып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Құйған суымыз қайнап тұрған ыстық су болғандықтан, абайлап асықпастан қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, 15 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Жақсылап демалып алған қамырымызды ыдысымыздан алып, енді бұларды 7 бөлікке бөлетін боламыз. Бөліп алған қамырларымызды дәл осылай дөңгелектеп алатын боламыз. Дөңгелектеп алған қамырларымызды кішкене ғана ұн сеуіп, өте жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Себебі бізде қамырларымыз тез піседі, сол себептен де жұқа етіп жайғандарыңыз дұрыс. Егер қамырымыз қалың болып қалса, арасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Осылай барлық шелпектерімізді жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Енді қызып тұрған майымызға шелпектерімізді пісіріп алатын боламыз. Біздің шелпектеріміз өте тез піседі. Бір бетінің өзі 25 секундта пісіп шығады. Сол себепті күйдіріп алмауға әрекет жасаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай, әрі өте жылдам піседі. Ең бастысы бір жасағаннан ғана дәл осылай әдемі болып шығады. Қалған шелпектерімізде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, бір бетінің өзін 25 секунд пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Одан артық қызартудың қажеті жоқ. Осы 25 секундтың өзінде пісіп шығатын болады. Осымен біздің ақ шелпектеріміз дайын. Жасалуы өте оңай, қарапайым ғана, ешқандай да ашытуды қажет етпейтін, ең бастысы ыстықтай желініп кететін, әрі жұп-жұмсақ сіздерге бөліп көрсететін боламын. Міне бізде осылай әп-әдемі жұп-жұмсақ шелпектер. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа әрі жұп-жұмсақ өте нәзік болып шыққан. Видео ұнаған болса, сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.